Вот тауба деймін да. Өзі танымайтын біреудің қарызын қайтарып береді. Өзінің қалтасындағы ақшасынан айырылып қалып жатқан адамдар бар қазір. Алдыңғы бір ретте де айтқан, мынау әр жылы 3-ші ай, 4-ші ай кездерінде осы мынау аманат қарыз кооперативінен қарыз алған диқан шаруалар бар ғой енді. Осы кісілер жаңағы қарыз кооперативінің алдында жүреді. Сосын сол жерде бір жеңжейріндар бар. Бұлар не істейді дегенде, біреудің қарызын қайтарып береді да. Содан кейін сіз ойлайсыз, менің қарызым бір жылға қарай созылды, жақсы болды, жеңілдеп қалдым дейсіз. Яғни қарыз уақытыңыз бір жылға қарай кетеді. Ал қарыз иесі үшін алып жатқан кезде бұл нәрсеше, оның қарызы түкте қайтқан жоқ, тек қана мерзімі ұзарды. Сіз және де бір жыл артық өсім төлейтін болдыңыз. Ал жақсы. Онымен қоймай, жаңағы орталықта жүрген адамдарға қарызыңыздың сомасына қарай отырып ақы төлейсіз. Ол мүмкін 1000 юан, 2000 юан немесе сомада болады деген сөз енді. Ал енді бір қызық жағдайлар бар да. Біреулер өзінің қалтасында ақшасы өзінде тұр ғой енді. Сол ақшасы бұның қалтасын теседі екен. Жаңағы орталықта жүрген адамдар айтады екен да, сен ақша бар ма қалтаңда? Ақшаң болса, сен бір 30 мың шығар, 50 мың шығар. Біз мына жерде елдің қарызын қайтарамыздағы, содан саған күніне 500 сом, тіпті 1000 сом ақша береміз дейді екен. Соны жаңағы кісілер, мынау не деген жақсы жұмыс деп ойлайды екен да. Соныменен лап еткізіп, қалтасындағы өзінің анша-мұнша мал сатып, айтып бүйтіп, жинақ болған нәрсемеде өзіндік азырақ бір ақшалар болады ғой. Соны жаңағылерге бере салады екен. Ал енді тәлейі келіп жатқандардың, мысалы күніне бір 500 сомнан, 1000 сомнан алатындар да болады да. Ал енді бәңке бір адамға қарыз беру үшін оның сенімділігін тексереді, оның көптеген мәселелер бар, себептері бар енді. Сосын лап етіп біреудің ақшасын құйып беріп жібергеннен кейін сенің ақшаң шықпай қалады ғой. Яғни бәңке оған 2-ші жылға қарызды ұзартып бермей қоятын жағдай шығар. Соныменен сіз қарап отырып жаңағы жерде өз ақшаңыздан өзіңіз айырылып қаласыз. Сізді ешкім зорлаған жоқ. Ал сіз барып бағанағы орталықтағы сен өстігесің, сен бүйткесің, сен тауып беремін дегесінде бұл жерден бай балам салғаныңыздың түк көп пайдасы жоқ. Көрдіңіз ба? Міне сол әлгі әзір сенің қарызыңды біреу қайтарып береді десе, осындай енді сен естір ме осыған, осындай жағдай бар екен да. Ал ол өзі танымайтын біреудің әлгі қарызын қайтарып береді екен дағы, өзінің қалтасындағы ақшасынан айырылып қалады екен. Көрдіңіз ба? Әлгі оңай олжаға ұмтылу, өнен кейін жаңағындай бір нәрселерге қажетсіз сенудің мынау бізге келтіретін зияны бар ғой, ересен зор болады көпшілік. Егер сіздерге осындай біреулер өсті орталықта күніне саған 5000 сом берем, 500 сом берем, немесе 1000 сом берем деген секілді әңгіме айтатын болса, ең жақсысы аулақ жүріңіз. Және ондай жұмыспен айналыспай ақ қойыңыз. Бұның енді арт жағында көптеген мәселелер бар. Оның барлығын мен бұл жерде айтып отырмай ақ қояйын. Қысқасы, бұның барлығы қазір қоғамда болып жатқан көптеген адамдар зиянын тартып жатқан мәселелер. Естеріңізде болсын, аулақ жүріңіздер.